Баршаңызға қайырлы күн. Менің аты жөнім Мендешұлы Жандос. Мен Сырым ауданы білім беру бөлімінің мектеп-лицейінің информатика пәні мұғалімімін. Назарларыңызға шығармашылық жолдың бастамасы тақырыбында бейне презентацияны ұсынамын. Мен 2021 жылы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің информатика мамандығы бойынша тамамдадым. Алғаш еңбек жолында Сырым ауданы білім беру бөлімінің мектеп-лицейінде информатика пәні мұғалімі қызметінде атқарудамын. 1,5 жылдық еңбек жолында әртүрлі тәжірибелер жинап, көптеген қырларымды ашып көрсете бастадым. Сабақты эффективті, продуктивті өткізу мақсатында көптеген әдіс-тәсілдерді саралап, өңдеп, сабақта қолдануға дейін пайдаландым. Сабақ барысында ойын технологиясымен қатар жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануды қарастырдық. Оқушыларда топтық, жұптық, жарыстыра оқытуда үлкен белестерді бағындырдым. Менің өмірлік ұстанымым үйретуде аянбау, үйренуден жалықпау. Әрине бізде бос уақыт аз, дегенмен өзімнің бос уақытымда көбінесе спортпен айналысам. Соның ішінде футбол, мысалы айтатын болса, былтыр осы Сырым мектеп-лицейінің командасы болып, қызмет лигасында ойнаған болатынбыз Сырым ауданында. 2-ші орын алдық. Әрине барысында көптеген проблемалар болды, ол интернет мәселесіне байланысты, документация жұмыста, сонымен қатар енді басқа жерге келгеннен кейін үй проблемасы болды. Онымен біртіндеп барлығын реттілігін тауып, қазіргі таңда енді дипломмен алуға бағдарламасы бойынша үй алдым. Интернет мәселесі де ауданда біртіндеп шешіліп келе жатыр. Бізге бір жолға қойылған мәселелердің бірі. Сонымен қатар енді қазіргі таңда 1,5 жылдық айтып өттім. Стажым бар, яғни тәжірибем. Осы тәжірибемде документациямен жұмыс жасау, сонымен қатар онлайн күнделік кезек деген сияқты платформаны аудан көлемінде мектептерге енгізу мақсатында көптеген жұмыстар атқардық. Қазіргі таңда оқушыларым аудандық экологиялық немесе робототехникаға байланысты, немесе бизнес идеяларға байланысты, немесе республикалық ғылыми жобалардан, облыстық, аудандық пән олимпиадаларынан алдыңғы қатарлы орындардан көрдік. Көптеген осы 1,5 жыл ішінде көптеген жетістіктерге оқушыларым жетті. Әрине оның ішінде өз үлесім бар деп білемін, дегенмен оқушылардың ынтасы мен жігері қазіргі оқушылардың өте жоғары. Мұғалімдік ол өте қиын мамандық. Сондықтан да жақсы маман болу үшін инновациялық жан-жақты дамумен қатар ең үлкен нәрсе керекті, ол әрине өз мамандығыңды